Ұлттың ең басты капиталы халықтың адамгершілік қасиеті. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Өзің үшін ғана өмір сүру озбырлық. Мал үшін таласпа, ар үшін талас. Ұятың жоқ болса, ақылыңның көптігіне не қайран. Инабатты адам иттен де ұялады. Жасырғаның жоғалады, бергенің оралады. Адамгершіліктерің жоғары болсын, бұл сендердің ең басты міндеттерің. Адамда екі түрлі қылықтың жолы бар. Бірі тіршілік қамы, бірі адамшылық қамы. Адам неғұрлым ақылды, мейірімді болған сайын, соғұрлым өзгенің жақсылығын бағалағыш келеді. Қайырымды адамдар құнарлы жер іспеттес, алғаның сан есе етіп қайтарып береді. Ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа, мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір жігіт түгіл, әуелі адам ба өзі. Үлкен алдында жас қарызы, ата алдында бала қарызы, әдеп пен сый. Арам да адал да айналып келгенде әрқайсысы өз сыйын алады.